Испан халқының гитарасы, биі, соның ішінде дәл фламенко стилі төрткүл дүниеге танымал. Сезім, қиял, қайғы мен қуаныш араласып өзінше қойылымға айналады. Жай ғана тыңдап отырып ақ, алты ішекті аспаптан өзгеше ләззат аласыз. Сондай артистердің бірі 21 ғасырдың үздік фламенко стилі шебері севильялық Дани де Морон Астанаға келіп концерт алдында арнайы мастер-класс өткізді. 2 шага по 3. Y después 3 de 2. Да, 3 по 2. Келгендер қарасы қалың болмағанмен жас ерекшеліктері әртүрлі. Біреулер өз гитарасын алып келіп, маэстродың қайталап үйренбекке ниет қылды. Me llama la atención la música en general desde los 11. Мен гитарада ойнауды 13 жасында бастадым. Сәл кешпе деймін. Десе де, нақты мына жастан бастау керек деп айта алмаймын. Гитарада ойнау үшін ниетіңнің оянғандағы, қарқынға ие болғандағы кез келген жасың бола береді. 9-10 жастан бастап ойнаса да жарайды. Алайда фламенко стилін үйреніп шыңына жеткізу үшін біраз уақыт қажет. Саусағыңыз талай мүжеліп, тырнағыңыз біраз сынуы мүмкін. Одан бөлек дәл сол стилдің өз гитарасы болады. Ол кипаристен жасалып, қолға жеңіл келеді. Және шығарманы жүректен жүрекке жеткізу үшін келесі кеңесті ескеріңіз. Гитараны, оның музыкасын сиқырлы ететін тылсым ештеңе жоқ. Бастысы орындаушының көрерменге айтары болуы керек. Сөзбен емес, гитара үнімен тыңдатар оқиғасы, алабұртқан сезімі, тағысын тағы дегендей. Одан соң оны шебер жеткізу үшін ойнау техникасын жетік меңгеру керек. Шеберлік деңгейі тәжірибесі таудай болса да келгендер арасында гитарист Ерлан Төребайда болды. Айтуынша дәл осы гитара елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен дәмдес болуға мүмкіндік сыйлапты. В общем, он меня услышал, как я играю на гитаре. Ол менің гитарада ойнап жатқанымды естіп, біліп, өзіне шақырып, кім екенімді сұрады. Президент сұрап тұрғанда не дерімді білмей, Ерланмын дедім. Жүр менімен деп, Интерконтиненталь қонақ үйінің жоғарғы қабатына көтерілдік. 98 жылдың 25 қазаны еді. Республика күні. Президент залына бардық. Дастарханда шай-пай ішіп, әңгімеге көштік. Жаңа ойнаған испан мелодиясы жайлы айтып берші, тағы да ойнап көрші деп қолқа салды. Сосын маған қарап, осындай шебер деңгейде ойнап тұрған қазақты бірінші рет көріп тұрмын деп баға берді. Біреулер елбасының алдында өнер көрсетуді жетістік көрсе, ресейлік гитарист Алексей шеберлік сағатын өткізіп отырған Дани де Моронмен бір сахнада өнер көрсетуге асық болыпты. На самом деле это такая трогательный момент, потому что мен үшін бұл жан тебірентер сәт болды. Көпшілік Ресейдегі жағдайды, біздің мұнда неге жүргенімізді жақсы біледі. Маусым айында Калуга қаласында ең ауқымды халықаралық гитара фестивалі болу керек еді. Бір кездері онда атақты Пако де Лусия, Висенте Амиго да келген. Дани де Морон да осы жылғы шарада өнер көрсетеді деп, тіпті бізбен бірге ойнайды деп жоспарланған еді. Бірақ ақыр соңында ойлағанымыздай болмады. Әуе қатынастарының қиындауына орай Дани бізге келмеді. Бұл бір өте өкінішті жағдай болды. Коллаборация жасауды қатты қалап едік. Десе де сәті түсіп, Астанада жолыққанымызды үлкен бақыт деп есептеймін. Бұл шарадан әркім өзіне қажеттіні алып кеткенін көріп қуанып қалдым. Барша адамзатқа ортақ тіл, музыка жасай берсін.